Сәлем достар, бүгін біз сіздермен түзу сызықты бір қалыпты қозғалыстарға есеп шығаратын боламыз. Алдымен бірінші есептің берілгенін оқиын. 0,5 сағатта 30 км жол жүрген автомобильдің жылдамдығы қанша дейді. Яғни бұнымыз бірінші есеп екен. Есептің бірінші міндетті түрде бізге берілген мәліметтер жазып алуымыз керек. Есеп жазу барысында мысалға 0,5 сағатта десе, демек Т әріпімен уақытты белгілейміз. Ол тең болады 0,5. Міндетті түрде өлшем бірлікті жазамыз. Сағатта, я? Және 30 км жол жүрді дейді. Бұны біз S әріпімен белгілейміз. Яғни 30 өлшем бірлігі километр. Толық жазамыз. Енді бізге табу керек. Жылдамдығын тап дейді. Енді өткен теориялық бөлімде біз жылдамдық дегеніміз бірлік уақыт ішіндегі орын ауыстыру деп белгілеп, яғни V-ны табу үшін S-ті Т-ға бөлгеміз. Енді бұл жерде бірінші біз өлшем бірліктеріне қарауымыз керек. Енді негізгі өлшем бірлігі ретінде жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд, ал қосымша километр бөлінген сағат деген өлшем бірлігі бар. Бізде егер мына берілген мәліметтердің біреуі мысалға километрмен, енді біреуі секундпен берілсе, онда бізге міндетті түрде километрді метрге ауыстыру керек болады. Өйткені біз жылдамдыққа метр бөлінген секунд болмаса километр бөлінген сағат деген екі түрлі жылдамдықтың біреуі шығу керек. Яғни мына жерде километр мен секунд қып болмаса метр мен сағат қып алуға болмайды. Яғни осы екі өлшем бірлікке келтіру керек. Ал бізде есепте ол келіп тұр, яғни километр сағат, демек өлшем бірлігі ретінде бізге мына бірлік сәйкес келеді деген сөз қосымша. Енді кейбір есептің шарттарында оны метр секундқа ауыстыр деп жатады. Оны біз теориялық бөлімде айттық. Километр сағатты 3,16-ға бөлсек метр секундқа ауысады. Енді бұл жерде ондай шарт берілмеген, демек километр сағатпен аяқтасақ болады есебімізді. Енді келесі бөлім бізде талдау деп аталады. Ол бөлімге біз осы есепке қажетті формулаларды жазамыз. Яғни теориялық бөлімнен үйренгеніміз бойынша V дегеніміз тең S бөлінген Т. Енді ары қарай біз мәндерін орнына қойып есептейміз. Бұл шешуінде. Яғни V тең болады. S-іміз бізде 30 километр өлшем бірлігімен жазамыз. Бөлеміз, Т-мыз бізде 0,5 сағат. Енді есептейтін болсақ, 30-ды 0,5-ке бөлсек бізде 60 шығады. Онда өлшем бірлігін жазсақ, километр бөлінген сағат. Яғни бұл автомобиль 60 км сағаттық жылдамдықпен келе жатыр екен. Енді екінші есепке өтейік. Екінші есепте мынандай дейді. Мына жылдамдықтардың қайсысы кіші? Салыстырыңыз дейді. Бірінші V1, екі жылдамдықты салыстыр депті. Берілгенде V1 тең болады 360 км сағат дейді. Және екінші жылдамдығымыз V2 125 метр бөлінген секунд дейді. Бізге V1 мен V2-ның қайсысы үлкен? Соны салыстыру керек. Яғни V1 мен V2. Яғни қайсысы үлкен, қайсысы кіші? Соны білу керек бізге. Енді өткен теориялық бөлімде біз айттық, километр сағатты метр секундқа айналдыру үшін 3,16-ға бөлеміз деп. Сол кезде оның бірлігі метр бөлінген секундқа ауысады. Өйткені бұл жерде біз сандарын салыстырып 360 үлкен деп бірден айта алмаймыз. Өйткені мына жерде өлшем бірліктері бірдей емес болып тұр. Біреуінде километр сағат, екіншісінде метр секунд. Біз жаңағы бастауыш сыныптың өзінде білеміз. Мысалға сантиметр мен метрлерді бір-бірімен үлкен кіші екенін айыру үшін оларды бірдей өлшем бірлікке келтіретіміз. Тура сондай бұл жерде де екеуін бірдей өлшем бірлікке келтірген дұрыс. Әрине бізге мына 360 км сағатты метр секундқа айналдырған қолайлы. Онда 360 км сағат. Бұны бөлеміз 3,16-ға. Сол кезде тең болады бізге 100 метр бөлінген секунд шарт. Яғни 360 км сағат дегеніміз 100 метр бөлінген секундқа тең екен. Демек, V2-міз бізде ол беріліп тұр. 125 метр бөлінген секунд. Онда екеуін салыстыратын болсақ, V2, V1-ден бізде
үлкен болып тұр. Яғни екінші жылдамдығымыз үлкен, ал бірінші жылдамдығымыз одан кіші болып тұр деген сөз. Енді үшінші есептің берілгенімен танысайық. Онда былай дейді: 72 км сағат жылдамдықпен бір қалыпты жүріп келе жатқан пойыз 30 секунд ішінде қанша жол жүреді депті. Яғни берілген жазсақ, үшінші есептің жылдамдығы дейді В 72 км сағат болды дейді. Және бұл пойыз Т тең 30 секунд ішінде ол қанша орын ауыстырады депті. Қанша орын ауыстырады. Енді қарасақ, жаңағы бірінші есепте түсіндіргеніміздей, бұл жерде қазір километр сағат және мұнда секунд деген бірлік болып тұр. Яғни бір-біріне сәйкес келмейді. Ол үшін бізге алдымен мына километр сағатты метр секундқа ауыстырып алу керек, содан кейін барып ары қарай есептеу жүргізу керек. Алдымен соны жазайық. Яғни 72 км сағат дегеніміз В тең болады 72 км сағатты метр секундқа айналдыру үшін бөлеміз 3,6-ға тең болады 20 метр секунд. Яғни халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырдық. Енді келесі уақыттың бірлігі де секунд. Демек, В-мыз бізде мына жерде біз жаздық, S бөлінген Т деп. Онда осы жерден S-ті табатын болсақ, яғни орын ауыстыруды, ол жылдамдықпен уақыттың көбейтіндісі деген сөз. Енді орнына қойып есептейміз. Жылдамдығымыз біз 20 метр секундты қоямыз. 20 метр секунд көбейтеміз. Уақытымыз бізде 30 секунд. Сонда секунд пен секунд қысқарып, яғни мына орын ауыстырудың өлшем бірлігіне метр ғана қалады деген сөз. 20 мен 30-ды көбейтетін болсақ 600 метр. Яғни бұл пойыз 30 секундтың ішінде 600 метрге дейін жол жүре алады деген сөз. Балалар, бүгінгі түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс тақырыбына шығарылған есептер сіздерге түсінікті деген ойдамын. Егер қандай да бір түсініксіз жерлері болса, осының алдындағы теориялық бөліміне қарасаңыздар болады. Ал онда да түсінбесеңіздер, осы видеоның астына пікір қалдыра аласыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.